Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Осы қызды не бай алмайды, не кетіп тынбайды. Осында келін болып тізгелі қолымызда жүр деп, Айнаш Шемішкенің қабығын түкіре көрші Мұратбектің келіншегіне қарай сөйлеп. Өсекке бір табан жақын орта бойлы сары келіншек Айнаштың әңгімесі жанына жаққандай, одан әрмен аша түскісі келіп, қойш, жас қой әрі саған қолғанат емес па? Осы қыз ғой балаларыңды бағып берген. Негенен тұрған жоқ бала қарайтын. Қайта рахмет айтпайсың ба? Жындысың ба? Ненің жақсы? Жақында 30-ға келеді. Не істеп жатыр дейсің? Айтпасаң отырады мелшиіп. Қайта ол бізге рахмет айтсын, бағып қарап отырғанымызға деп дауысын естірте есігі ашық тұрған үйіне қарай сөйлеп. Есік алдындағы күбірлеп сөйлеген екі әйелдің әңгімесі Жанардың құлағына жетіп жатты. Әрі қарай естігісі келмей пылесосты қосып үй тазалауға кірісті. Алғашқыда жеңгесі сырттай өзін жамандап өсек айтқанын естігенде жүрегі ауырып, анасын ойлап жиі жылайтын еді. Қазір еті де оған үйренген. 10 жасында аға жеңгесінің қолында қалған Жанардың басқа баратын жақыны да жоқ еді. Жанар өте ашық жарқын, қиялшыл қыз еді. Жеңгесі барлық ашуын өзінен шығарып жатса да үнсіз көнетін, көніп те келеді. Мақтау айтқан күндері өте аз. Одан қалды ағасына жамандайтын. Ондайда ағасы келіншегіне артынан ерген жалғыз қарындасым, оның менен басқа жақыны жоқ. Істеген қателіктеріне кешіріммен қара. Өзің үйрет. Ес білгелі сені тәрбиеңді алып келеді. Жасаған жақсылығың Алладан қайтсын деп қысқа ғана қайыратын. Жанар кішкентайдан аға жеңгесінің баласын бағып, дұрыс оқуын оқи алмады. Солай оқуға түспеді. Мектепті бітіре салысымен жеңгесінің өтінішімен даяшы болып жұмысқа тұрды. Одан кейін де бірде бала бағып, бірде жұмыс істеп, жеңгесінің қас қабағына қарап күні өтіп жатты. Тапқан табысын өзіне шамалы ғана алып, жеңгесіне беретін еді. Сонда да Айнаштың көңілі бір жібіп, Жанарды жанына жақын тартып, мейірім танытқан емес. Солай уақыт өтіп жатты. Үйге сөйлей кірген Айнаш үйде пылесостап жатқан Жанарға қарап, тез-тез қимылдасаңшы, тоққа көп ақша шығатынын білесің ба? Одан кілемдерді щоткамен ысып сүртіп алмайсың ба? Айтпаса ыбылжып жүресің. Осындай әрекетімен сені кім алады? Ынтаң жоқ, асықпай жүресің. Мән бермейсің ғой барлық затқа. Жанар үнсіз жеңгесінің айтқандарын жасап шықты. Кешкі ас уақытында келген еді. Жанар сорпа құйған тәлекені столға қоя бергенде, артынан жүгіріп шыққан 12 жасар інісі қағып кетіп, Тареке қолынан түсіп, інісінің аяғына сорпа төгіліп күйіп қалады. Баласы айқайлап жылағанын естіп, Айнаш күйеуі екеуі телевизор көріп отырған жерінен ас үйге жүгіре жетеді. Жанар інісінің аяғын үрлеп жатқан еді. Айнаш баласының аяғын көріп, Жанардың иығынан итере, ұлын сүйіп, аяғын суға малып азан-қазан болып кетті. Арасында аузы жабылмай Жанардың жер-жебіріне жетіп айғайлап ұрысып жатты. Күйеуіне қарап, айтсам тыңдамайсың, қарындасыңды ақтайсың ғой, қара енді не болды? Қарындасың адам болмайды, бір тамақты дұрыс құймаған соң не керек? Ұлымды кемтар қылды деп бар ашумен айтып жатқан еді. Көзіне жасы аққан Жанар ағасына кінәлі адамдай қарап, аға, әдейі жасамадым, ол артынан жүгіріп шықты деп даусы шығар шықпастан, келіншегі үнемі Жанарды кемшіліктерін іздеп жамандай берген соң ағасы да шаршаған еді. Ашумен тыныштықты басу үшін өмірде Жанарға бірінші рет айқайлап дауысын көтере, не сенің қолыңнан келеді? Бір жеңгеңнің көңілін таба алмадың, осы үйден кет. Ағасының жасқа толы көздеріндегі мұңды көріп, Жанар амалсыздан қараңғы түнде киімін жинап кете барды. Жаяу жолмен жүріп келеді. Түн болса суық, қараңғы түнде машина тоқтатудан ен далада қорықты. Қалаға дейін біраз шақырым. Саяжайлардың арасынан түрлі дыбыстар шығып тұр. Үрген ит, күбірлеген адамдардың дыбысы. Жанардың әрмен жүруге шамасы келмеді. Бір заводың жанында темір тормен қоршалған, жан-жағын шөп басқан бір қосқы келіп отыра кетті. Киім салған сөмкесінің жанына қойып, бетін үстіне киген кофтасымен жауып, кәлимасын іштей қайталап көп отырды. Біраздан соң аяғын ауыстырып шаршаған соң амалсыздан ұйқыға кетті. Түсі ма, өңі ме белгісіз, біреулердің күбірлеп сөйлеген дыбысын естіп жатты. Жоқ, тірі сияқты. Бетін толық ашсай, қорқып тұрмын, бір жағдай болып біреу әдей тастап кеткен жоқ па? Қайдағын айтпаш,
аш деймін бетін. Қолындағы ағашымен шұқылап, бетін ашқанда барып, Жанар оянып, атып тұрған еді. Күн түсіп, дала жап-жарық екен. Көзін сығырайта ашып, жан-жағына қарап, бір керіліп алып, шашын жөндей қараса, әр қимылын тамашалап тұрған әжі мен балаға түсті. Басына орамал таққан ақ сары әжи бүкірейген бойы екі қолын артына айқастыра ұстап таңдана қарап тұр. Жанындағы қара торы бала да қолындағы ағашқа сүйене екі қолымен иегін тіреп кірпік қақпай қатқан бойы қалған еді. Жанар өзіне енді келгендей тезестіп тұра, үстін қағып жердегі жатқан кофтасын киіп жатып басын изей, сәлеметсіз бе, әже деп бір сәт үнсіздіктен кейін өзі ойлағандай ішіп ұйықтап қалған адам емес, есі дұрыс сыпайы әп-әдемі нәзік қыздың далаға қонғанына таңдана қарап, сәлеметсің, көп жаса қарағым, қалың қалай, қайдан келесің, не жағдай болды, тоңып қалыпсың ғой, үйге кір, қарның ашқан болар деп қыздың жауап беруін күтпестен Жанардың қолынан ертіп үйге қарай кіргізеді. Қолындағы сөмкесін сен көтеріп жүр деп жанындағы қара домалақ балаға бұйрық бере. Мұндай сый-сияпатты күтпесе керек. Ыңғайсызданып қалған Жанар әжейдің сұрақтарына жауап беруге тырысып, қалым жақсы әже, уайымдамаңыз, қалаға бара жатқан едім, такси болмаған соң заводда сүйеніп отырғанмын, ұйықтап кетіппін деп өзін ақтағандай. Қысылмай еркін отыра ғой қызым, өз үйіңде көр, қазір таңғы ас ішеміз. Сырттан үйге кірген Жанар сәл болса да жылынып, үйдің аурасын сезінген еді. Ас үйден шәйнектің дыбысы шыққанда қарны ашқанын сезді. Тіпті алдына не қойса соны опырып жеп қоятындай. Үйдің іші жап-жарық, әрі жинақы. Қабырғаға ілінген сағат таңертеңгі 9-ды көрсетіп тұр. Асықпай дастархан жасаған әжей түрлі дәмдімен стол үстін түрлендіріп қойған. Шәй дайын болмай Жанар ас үйге келіп, әжеге көмек бермек болған еді. Отырып үйренбеген өзін бір түрлі сезінді. Әжей бәрі дайын болғанын айтып, Жанарды дастархан басына отыруын өтінді. Онысы қызды сәл болсын демалсын дегені болар. Әжей таңғы 6-да тұрып, ашық қалған заводың есігін жауып жатып Жанарды байқаған екен. Басында немересі ойнап жүріп қойып кеткен заттар деп елемей таңғы намаздан соң жатып қалыпты. Ұйқысы келмеген қария таңғы 7-де қайта тұрып сиырын сауып, оны заводдан шығарып жатып қайтадан байқап, жанына жақындағанда екі аяқты көріп адам екенін аңғарыпты. Немересін оятып, екеуі анау-мынау деп жүріп, 8 асқанда Жанарды оятып, осы жағдайға куә болған еді. Бағанағы Жанардың айтқаны жалған екенін әжей іштей сезіп, қыздың мазасын алып артық сұрақ қойғысы келмеді. Немересін шақырып, үшеуі дастархан басына отырған еді. Әжей Жанарды өзін еркін болсын деген мақсатпен тамақтарды алдына қойып, арасында көңілді әңгімелерді де айтып қояды. Алғашқыда Жанар кеше болған оқиғаларды ойынан кетпей, түнде далада қонған әсерден шыға алмай жаны жараланып, көңілі алаңдап жайсыз отырған еді. Күлімдеп сөйлеп, жайлы көңіл күймен өзін қолдап отырған әжеге қарап, көңілі жайланып, бір сәт болса да болған істерді ұмытқан еді. Шәй ішіп болып, немересі далаға ойнап кетті. Әжей мен Жанар екеуі оңашада қалады. Жанар рахметін айтып, жиналып жатқанда әжей жанына келіп отыруын өтінеді. Жанар не болғанын түсінбей, әжейдің жанына келіп отырады. Әжей сәл ойдан кейін Жанардың қолынан ұстап тұрып, шыныңды айтшы қызым, сен түнімен далада болдың ғой. Жанар кешегі сәт есіне түсіп, басын еңкейтіп, көзінен аққан жасын сүрте үнсіз басын изеді. Әжей жақын келіп, Жанардың қолынан ұстап бауырына қыса, қартайған кемпірден несін жасырасың, бәрін айт, қысылма. Жүзің сынық болғаның мен жүрегің таза екенін көздерің айтып тұр. Жанар ішінде қалған өксігін көз жасымен шығарып, әжейді құшақтап біраз жылап алды. Жанар тынышталғанша әжей бауырына басып, арқасынан сипай, кім болса да сұраусыз қалмас, әр дүниенің жауабы бар ғой деп мұңайып отырды. Біраз уақыт өтпей, жатып әжей мен Жанар бір-бірімен жақын танысып та үлгерді. Әжейдің 2 ұлы болыпты. Бірі үйленген, қалада тұрады. Жаңағы жүрген қара домалақ тұңғыш немересі. Екінші ұлы әскерге кеткен. Әжей шалы екеуі жас күнінен Алласына құлшылық жасап келе жатқан адамдар екен. Ұлдары да дінге жақын болса керек. Жазда келіні мен баласы келіп кететінін, өздері қолдарын алмақ болғанда қалалы жерден басым ауыратынын айтып қарсы болғанмын деді күлімдеп.
Жанар да өзі жайында азды көпті дүниелер айтып, солай әңгімелері жарасқан еді. Жанар өмірінде бірінші рет өзін бақытты сезінді. Әже де Жанарды әркез қолдайтынын айтып, жанында қалуын өтінген болатын. Жанар келісіп, эмоциямен әжені тағы да құшақтап алады. Қалада тұратын аға жеңгесі де Жанармен жақын танысып, қолдау көрсетіп, педагогикалық колледжге түсіп, оқуына мүмкіндік жасайды. Жанар сырттай оқуын оқып, әжесіне көмек беріп, солай өмір жалғасып жатты. Бұрынғы Жанардан әлде қайда өзгерген, алдына арман мақсат қойған, өзіне сенімді, энергиясын жақсы дүниелерге жұмсайтын сұлу қызға айналған. Сол жағдайдан кейін аға жеңгесімен хабар алыспады. Тегіштей жақсылықтар тілейтін, арада жылжып 2 жыл өтті. Әжесі мен Жанар бүгін дайындық үстінде. Әскерден кенже баласын күткен ана бүгін күндегіден әлде қайда көңілді, Жанарды еркелетіп, әр ісіне мақтау айтып қояды. Жанар да дәмді тамақтар пісіріп, үй жинаған соң өзін ретке келтіруге кірісті. Үйге Абзалдың сыныптас достары да келіп, жақын көршілер де қуанышқа ортақтаспақ болып, заводың ішіне кірді. Түс ауа есік алдына ақ машина келіп тоқтай қалды. Үйдің алдында жиналып тұрған адамдар машинаға қарай жүрді. Әже де қолына конфет салған тарелкасын көтере алдына шықты. Жанар есік алдында тұрып сырттай бақылады. Үстіне әскери форма киген, қолына сөмкесін алып, бойы ұзын, шымыр денелі, сымбатты жігіт күле түсіп жанына келген адамдармен қол алысып, құшақ айқастыра амандасып жатты. Әже де шашуын шашып, қуаныштан көзіне жас алып, ұлына қарай жүрді. Ауылдастар шашу жинап жатқанда, Абзал анасын көріп құшақтап, сағынышын басып жатқан еді. Амандық саулықтан кейін әже ұлын құшақтай үйге қарай жүрді. Жанар Абзалды көргенде беті қызарып, денесін тоқ ұрғандай бір ерекше сезімге түскен еді. Тамаша көрініске есі кетіп қарап тұрғанда, бәрі күбірлеп сөйлеп, үйге қарай бет алған болатын. Түсініксіз бір сезімді өзгелерге білдіріп алудан ұялған, ол асығыс үйге кіріп, ас үйдегі дайын болған астарды тексеріп, өз-өзімен шұғыланып, бір іспен айналысып кетті. Барлығы үйге кіріп дастархан басына жайғасқан соң, Жанар қолына шәйнегін алып келгенде, барып әже Жанарды көріп сөз бастап, «Абзал, танысып қой. Менің алтыным, қолғанатым Жанар. Алланың берген сыйы болды. Сенің жоғыңды білдірмеді». Абзал анасының мерлене айтқанына сүйсіне қарап, көз қиығымен Жанарға қарап, сәл жымиып, «Қуаныштымын» деп басын изеп. Жанар тіптен қобалжып, аузына сөз түспей жай ғана басын изеп шай құюға кірісіп кетті. Әрі қарай үбір-гүбір басталып кетті. Әркім өз бетінше әңгімелер айтып, арасында Абзалдан әскердегі өмірі жайында әңгімелер қозғап қояды. Солай кешке қарай адамдар үйлеріне кетіп жатты. Абзал далада достарымен сөйлесіп көпке дейін отырды. Осы кезде Жанар дастарханын жинап, ыдыстарын жуып, әжесі екеуі телевизордан жаңалықтар көріп отырған болатын. Абзал үйге кіріп шаршап тұрғанын, ертерек демалғысы келетінін айтып, бөлмесіне кіріп кетті. Түнімен әлденеге алаңдаған Жанар көз ілмеді. Таң бозарып ата тұрып кетті. Күндегіден өзін басқаша сезінді. Әр іске мән беріп, жақсылау жасауға кірісті. Өзін сергек сезінеді. Әлде бір күш оны шабыттандыратындай. Сиырын сауып, таңғы асты жақсылап дайындап, өзі де әдемі киініп алды. Әжесі тұрып таңғы шайды бірге ішуге баласын оятты. Абзал дастархандағы түрлі тамақты көріп таңдана, осындай таңғы асты соңғы рет 2 жылдың алдында ішіп едім. Бәрінің дәмін тартып көруге асыппын деп күле дастарханға отырып. Жанар Абзалдың әр сөзіне, өзіне сенімділігіне сүйсіне қарап шай құйып берген еді. Шайды ішіп болған Абзал бетін сипап Жанарға рахмет айта анасына қарап, «Бүгін қалаға түсемін, үйге кеш бата келемін. Мені күтпей кешкі ас ішіп демала беріңіздер». Таңданған анасы, «Күні бойы қайда жүрмексің?» Ойындағы сұрақты әжесі қойғанға Жанар да қосылып, Абзалдан жауап күткендей алаңдай қарап қалды. «Жай бір шаруалармен жүремін. Әрі Әселмен кездесеміз». Түрі су сепкендей болып, сұстанып кеткен Жанар ештеңе айта алмады. Тағы да ойындағы сұрақты әжесі қойды. «Қандай жұмыс?» «Әселің кім?» «Мам, документтермен жүремін. Әсел мені әскерге шығарып салған сыныптас қыз. Мектеп бітіргенде үйге келіп еді ғой, помниш?»
Әжей сәл ойланып, иә, анау шашы ұзын қызыл көйлек киіп жүрген қыз ба еді? Вот, дәл таптыңыз. Алла қаласа келініңіз болады. Жанар күтпеген жауаптан көңілі түсіп кетті. Не дейді? Бұрыннан сөз салып жүрген бе едің? Жанар одан әрмен тыңдауға шыдамы жетпеді. Мұсырларды шығаруға далаға шығып кетті. Ол кете бере әжей, Жанар, екеуіңді бірге елестетіп едім. Енді жарты жылда дипломын алады. Осы ауылдың мектебіне жұмысқа тұруына директорымен келістім. Мам, Жанардың жақсы қыз екеніне сөзім жоқ. Өзі де әдемі, сізге де ұнайды. Бірақ менің оған деген сезімім жоқ. Сезімсіз үйлене салуға өзім қарсымын. Жанарға жақсы жігіт жолығатынына сенімдімін. Жанар сыртқа шыққан соң өзін қоярға жер таппай үйді айланып біраз жүрді. Ол үшін дүниенің мәнісі кеткендей көңілі құлазып сала берді. Селт еткен сезімді бір сәтте сөндіру оңай ма? Өзін дүниедегі ең бақытсыз адам сезініп кетті. Осыдан кейінгі әрекеті қалай болмақ? Бұл сезімді кешіп әлекке түсіп өзін қинағанша жеңгесінің ұрысын есіп жүрген әлде қайда жақсы ма еді? Әжесін ойлап, өзін қолға алып, ештеңе болмағандай үйге кірді. Абзал да әдемі киініп алып сыртқа шығуға дайындалған екен. Тура қарамауға тырысып, ас үйге түскі ас пісіруге кірісіп кетті. Жағдайды сезген әжесі Абзал кетісімен Жанарды шақырып алып, ашық сөйлесуге кірісті. Қызым, өзің байқағандай Абзалдың қызы барын мен білмедім. Сені лайық көріп едім. Қолымда тұрған ештеңе жоқ. Жақында диплом аласың, мемлекеттік программамен осы ауылға жұмысқа тұрсаң баспанаң да береді. Директоры марқұм шалымның досының баласы. Өткенде жағдайыңды айтқанмын. Ол бәрі айтқаныңыздай болады деген. Жанар әжесінің қолынан ұстап, сізді қалай қиып кетемін, анамдай болып кеттіңіз. Мен осындамын қызым, қалаған уақытында келесің ғой. Ертең мектепке барып мән жайды біліп кел. Үйде дайын болған шығар. Жанар үнсіз басын изеді. Бәріне түсінушілікпен қарап жаңа өмір бастағысы келген еді. Ертеңгінде ертерек тұрып, таңғы асты дайындаған соң өзі мектепке қарай кетті. Мектептен шыққан соң таза ауаны еркін жұтып терең тыныс алды. Көзі жайнап күлімдеп, тағы бір рет орта бойлы, мейірімді жүзі жылы директордың бастауыш сынып мұғалімі болатынын және үкіметтен берілген үй дайын екенін, қашан келіп тұрса да болатынын есіне түсіріп, көңілі көтеріліп қалды. Үйге келе жақсы жаңалықты әжесімен бөлісіп, рұқсат етсеңіз, ертерек сол жаққа тұруға қамдана берсем, тағы да біраз документтер бар екен деп Жанар әжесіне қарай. Сенің осы мінезіңмен кең жүрегің ғой жылу шашып тұратын. Істерің бітсе болды, бара ғой. Әжесінің ақ батасын алған соң қуана жаймен жұмыстарын бітіре берді. Мүмкін болса, Абзалдың көзіне түспеуге тырысты. Солай уақыты жетіп, Жанар өзінің үйіне көшіп кетті. Тек оқуына дайындалып, жалғыз тұрғанға да үйренді. Абзал Әселмен жиі кездесіп жүрді. Бірақ оны қанша жақсы көргенімен түрлі әрекеттері көңілінен шықпады. Абзал не үйінде жылулық жоқ, не сүйген қызында түсінігі жоқ әбігерге түсіп жүрді. Әсел үнемі кафелерде достарымен пиво ішіп, кальян шегіп отыратын. Жұмысқа тұруды да қиындады. Үйдегі тірлікті жасап, дәмді тамақ пісіріп қоятын Жанардың орны білінгендей. Қартайған анасы бір істі істесе екіншісін ұмытып кететін. Қартайғанда келін алып, қолын ұзартқысы келсе, екінші жағы жүрген қызына қарап ойы өзгеріп кететін. Жанар дипломын қорғап бітті. Бүгін сол дипломын қолына алатын күн еді. Қалаға түсіп, автобусқа отырып, жолақысын төлей бергенде артынан біреу қақты. Селт етіп қараған Жанар шаштары өсіп, түрі қарайып, жүзі шаршаңқы ағасын көрді. Жанарды көре көздері жанып, жоғалған алтынын тапқандай жанына келіп жыламсырап, алтыным-ай, сені көрмеймін бе деп едім ғой, таптым ғой деп бас салып мойнынан құшақтап бауырына басты. Жанындағы адамдар таңданысын жасымай қарап жатты. Айтарға сөз таппаған Жанар келесі аялдамадан ағасын ерте түсті. Шағын кафеге келіп екеуі шай ішіп, әңгімеге көшкен еді. Ағасы ағынан жарылып, ештеңеге қарамай қарындасының аяғына жығылып кешірім сұрады. Басы еңкейіп, бейшара халге түскен ағасын көріп, Жанар аяп кетті. Ағасын орнынан тұрғызып қосылып жылады. Екеуі мауқын басқан соң ағасы Жанарға үйге қайтуын өтінген еді.
Жеңгеңде болған іске өкінеді. Сенің үйге қайтуыңды күтіп жүр. Шайды ішіп болған Жанар сағатына қарап, қазір 1 сағаттан кейін диплом табыстау рәсімі болатын еді. Қаласаңыз, менімен бірге барсаңыз, қуанып қалар едім. Ағасы әдемі болып киінген қарындасына сүйсіне қарап қуана келісті. Екеуі колледждің алдына келгенше басталып та кетіпті. Біраз уақыттан кейін Жанардың да аты аталады. Дипломын алып сахнадан түсіп келе жатып таңдана тоқтап қалған еді. Қолында гүлі бар. Өзіне қарай күліп келе жатқан Абзалды көреді. Гүлдерді алып рахметін айтып кейін кете бергенде Абзал қолынан ұстап оңашада сөйлессек қайтеді. Осы сәтте ағасы да жанына келіп Абзал амандасып жақын танысады. Жанар Абзалды таныстырған соң ағасы қуана екеуін үйіне қонаққа шақырады. Абзал да келіскен еді. Жанар балалық шағы өткен үйге арға 3 жыл салып келді. Алдынан жүгіріп шыққан інелері мен жеңгесі Жанарды көріп таңдана қарап қалған еді. Жеңгесі де бұрынғыдай атылып тұрған жоқ, еңсесі түсіп кеткен. Кінәлі адамдай Жанар мен Абзалдың асты үстіне түсіп әлек. Кешкі астан кейін жақсы көңіл күймен Жанар мен Абзал үйден шықты. Жеңгесі Жанарды құшақтап, қолына тамақ салған пакетті ұстатып жаздып, өзің адам танымастай өзгеріп кетіпсің. Үйге қона салмадың ба? Жанар ұяла бетін ұстап, рахмет жеңге, тағы бірде келемін. Ертең ертерек мектепке баруым керек еді. Осы жақтан алыс болып кетеді екен. Жанар артық кеткен жерім болса кешір. Бәрібір біз сенің жақын жанашыр аға жеңгең болып қала береміз. Сен кеткелі көп дүние болды. Қайсыбірін айтайын? Осы күнді көп күттім. Бұрылып Абзалға қарай, екеуің әдемі жарасып тұрсыңдар. Бұл қыздан көз жазып қалма, әйтпесе біз сияқты таппай қаласың деп әзілдей. Абзал Жанарға қарап қолынан тартып ұстай, аға жеңгесіне алаңдамаңыздар. Енді Жанарға мен қараймын. Ол енді жыламайтын болады. Жанар ұялып қолын тартып еді, Абзал мүмкіндік бермеді. Ағасы сүйсініп қарап тұрған келіншегінің иығынан қысып, жүр енді, бізде кірейік. Жеңгесі әдемі көріністі қимай күлімдеп, қолын бұлғай үйге кіріп бара жатты. Абзал Жанардың қасында өзін әлемдегі ең бақытты адам сезініп келеді. Айлы түнде қол ұстасып, әдемі сәттен әсер алып келе жатқан екі ғашық көп ұзамай отбасын құрады. Жанар қазір ең бақытты әйел, бақытқа жету тек төзімділік пен сабырлықты талап етеді дейді. Екі баланың анасы, аяулы жар, ақылды ана қаншама шәкіртті тәрбиелеген ұстаз. Ол көп жағдайда асығыстық жасамай, әр істің артын бағып Аллаға тапсыру керек дейді. Бастысы жүрегің таза болсын деп сөзін аяқтады. Авторы Айнұр Бақытжан.